ана жерге уже моряға түсіп келдім. Прям күшті болды. Балқаш не дегенде әдемі ғой. Қанша уже нешінші влог? Үшінші влог шығарады Балқаш туралы түсіріп жатқаныма. Вот, осындай классный. Жұмада отырмын осындай жерде. Крышаға прям күшті болып тұр. Қазір бізде осындай закат болып жатыр. Мен өзіме күнделігімді алдым. Сол күшті прям. Закат, так красиво. Келдік. Жаңа Балқаштан бір күн жол жүріп, енді Алматыға келдік. Далада такой әдемі жатыр. Прям өте әдемі. Тіл байлығыма мән бермеңіздер. Соңғы кезде естіп сөйлеп жүрмін. Мұнда біз қонаққа келдік. Себебі бір күннен кейін біз андай Турцияға кетеміз. Oh my god. Қандай әдемі. Таңғы түнгі 3:30 бәрін осылай телефонда отыр. Жол жүріп баратырмыз аэропортқа. Жол сағат таңғы 4 біз жеттік. бір сағат даланың пробкасымен Алматыда Казтаңғыштан бастап пробка болған екен. Біз адамымызды осыны бізге шығып барады. Енді осы талпа келе жатырмыз. Барам, сине трактор бір бәле. Алматының әуежайы бұл. Сыртын түсірдім кеттім достар. I'm sorry. Бұлай ма? Иә, болды. Әйердің таларына сендер қандай сен самолет. Енді адамдар мені жатыр, құдай суаты, құдай берсеқан. Классно. 4 сағат, 2 сағатқа өтті. Қазір перелеу жатыр. Жаңағы соғыстық, енді осылай береді екен. Осындай нәрселер ішінде бір тамақ бар ыстық. Потом осылай бір қойыптан бейілдігін. Добавили прикиньте, казахстанский шоколад. Соусында бақты, тамақты көп десе. Как раз қарыз ашып тұрады. Көрмеген сақадарға біз сразу кіре салсын қасыдырға де көрсем. Ölçümünde бассейн бар екен. Мына аэропорттың іші. Мұндай бірдеңкелер. Не знаю, что это. 0,5 мен сүрім. Анталияға келдік, чек. Қазір аэропорттың сыртынан сүремін. Балам шешіліп кетті демек шамасы. Достар, вот это Анталия. Дала деген 40 градус кәдімгідей ыстық екен. Теріміз ағып, мынандай ауаның соңын алды. Мы Турциядамыз, біз Турциядамыз. Здесь магазинчик, который туалет деген сықауға апсаңыз десен деп. Сұлағадымыз кәдімде шөлдеп кеттік. Сол магазинчик, онда бәрі қымбат деп айтты.
Анча біздің машинамыз бар, міне жолмен келе жатқан. Мына орыстар көп келетін сияқты осы жазуға қарағанда деп келдік. Мына 3.000 теңге болды. 1,5 литр су 3.000 теңге. Теңгемен есептегенде 271 теңге. Егер әдемі бұларда, не знаю. Біздің осы келе жатырмыз. Заседание завтра в 10:00 От кіші шұбырып келе жатыр қызыл. Ыстықтан әрең деген жеттік. Мынау отель деген ыстық екен, оказывается. Кондиционер деген бұларда слабой екен. Не знаю, тамақ ішуге бара жатырмыз, короче. Бірінші рет көлеңге жатырмыз, кстати. Вот осындай лифт. Не знаю, друзья, это Турция, блин. Бірінші рет келіп тұрғаннан кейін мен аса оты Турция фанаткасы емеспін, так что маған аса оты бәрі окей. Не знаю, короче. Кстати, it's me. Вот осындай жер. Дада бассейн и дада 40+. О май гад. Скиратырманчик. Осындай ет. Өз башыр көттім сендермен бірге. Вот. Маленький бассейн. Ой, басым ай. Әйтсем, негізі таластық. Короче, нам дали осындай бесплатный вот это мороженое, короче. Вот. Именно Париж, үстінде Турцияның флагымен. Мен үшін келдім негізі. Парижде бірлік болсын, қиялдап қояйық. Орысындай бады. Уже завтрак сағат 7 болды, осындай. Завтрак ба, кешкен ба? О, кешкен деп, кешкі тамақ, короче. Вот, нешік нәрселер бар. Стрелка, батигер. Осындай тамақ ішіп жатырмыз. Осындай екі натуральный сок бар. Апельсиновый және де вишневый. Мұндай. Көп сатылған жоқ, мына жерде өте көп тағам түрлері бар. Это жизнь. Қарындаш қандай әдемі. Оқышып жүрміз. Қарада. Бұда балаларға арналған бір түр болып жатыр. Sangat tidak tungguan. Sırada турецкий вайп поп. Мен басында келген кезде, типа, андай не қылғам. Аса сауал етпедім да, мен шынымен шетелге келдім ба, шынымен Турцияға келдім ба деген ой болған жоқ та. Дубайға келген кезде алғаш келген кезде таң қалып қалдым, мен шынымен келдім деген сияқты. Ал қазір сол басында келген кезде түсінбей қалдым да. Одан кейін где-то көп бірнеше сағат өткеннен кейін мореге бардық та. Теңізге барған кезде басыма сразу осознанием келді, мен Турциядамын, мен теңіз жағасында жүрмін, мен пляждамын деген ой келді да, кәдімгі жылайсың ғой. Басым миымда загрузка болып қалған сияқты, когда сезімдерім бәрі тоқтап қалған сияқты болды да, екісі болып қалды ғой. Одан кейін теңізге барғаннан кейін уже көңілім бәрі ашылып, күшті болып қалдым. Сол қазір осындай турецкий әндермен осылай күшті болып отырмыз. Үш. Охота сендерге пляжды түсіріп едім. Білмей соңғыз көп сөйлеген жоқпын, просто қарады. Такое сынақ.
базар іздеп жүрміз. Да, әдемі көшемен келе жатырмық. Қандаш қандай әдемі. Қолым бәрі зәгір болып кетті, кстати. Қап-қарамын мен. Ой, қап-қызылмын. Вот. Біз жолды таппай әрең дегенде келе жатырмыз. Акасы автобус мына жағына емес, ар жағына қарама-қарсы отырады екен. Базарға келдік. Осындай нер бар екен. Здорово, брат. Прикольно. Пустой торговый центрға келген кезде адам деген почти жоқ қой ішінде. Біздің қаншатарға кірсең адам деген толып отырады. Мында деген осындай. Бұл типа аутлет ба, сондай бірсінге. Помните, мен Дубайда көрсеткен кезде адам көп болған ішінде. Мында осындай. О, кстати, Zara. Zara ұқсамай тұру. Солай. Қараңда машиналар осындай жолмен жүреді. Адам жүретін жол, мында машина жүретін жол. Қызық, ә? Вот. Осындай ағаштар бар. Так красиво. Обычный кешкі уақыт. Осындай әндермен. Осылайдан бассейн жанында отырмыз. Бұл типа Париж. Бірақ өте әдемі ел екен, өте туристерге қыдыратын жер көп екен. Прям табиғаты, гүлдері әсіресе өте күшті. Отырымда, мұнда мен подругам келсе, басы кететін шығар мұнда. Мұнда барлығы турецкий тілде сөйлей адамдардың отбасымен, бала-шағасымен қыдырып жүрген адамдар бар. Кәдімгідей жылайтын шығар деп қанша мәрте айттым ата-анама. Ой, подругам келсе бүйтеді, подругам келсе бүйтеді деп қазір жылап жүреді қазір деп. Оның нәрсені жақсы көреді, ол маған жақсы көреді. Ондай турецкий шай ішкен келсе, турецкий шай ішкен жақсы көреді деп бәрін айтып кәдімгідей. Мына негізі бұйыртса құрбыммен келуді жоспарлаймын. Дәше құрбыммен келсе екен деймін осындай елге, Турцияға иншалла. Вот. Потому что она так сильно мечтает. Боже, осы жерде отырған дәл қазір болса ол бір әзімге өкір қуанышына жылап жүреді. Мен оған 100% сенімдім. Сол әрбір өткен сайын примерно көзіме елестетіп примерно осылай жүреміз, ертең бүйтеміз, сөйтеміз деп. Қазір бұл жерде бұл осылай істеуші еді деп. Осылай істейді деп скоро. Адамдардың арасында шыққандай көңілді концерт болған. Sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. Доброе утро. Biz машинаға мініп бір жерге бара жатырмыз. Салам. Сізде түсірмейсің. Бір қойыңыздар тұрмыз. Таңғы уақыт сағат 8:30 болды. Сағат 7 тұрамыз, тамақ ішіп одан кейін. Қазір күшті бір жерге барамыз. Осында қайыққа келдік. Merhaba. 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 Қайдан келдік?
Естіп келеді. Қай жерге келгенді білмеймін, бірақ та ол осындай жер. Осында бәрі бардак болып отыр. Кстати, анда парашюттармен ұшып жүр. Мында қайықтар, мында ағаштар. Біз қолдап қойып. Кстати, біздің бразилет, который отель несі. Привет! Привет, как дела? Нишка. Привет, девушка. Efendim. Привет. Да. Привет. Видео. Привет. Осында жер бар екен, мұнда алау пламен шықты. Мына жерде осындай. Осындай прикольный жер екен. Бәріне сәлем, қайырлы таң. Біз таңмен базар жаққа шығып баратырмыз. Тағы да заттар қарауға. Менде күнде одинаковый киім болып кетті, сондықтан осы образды киіп алдым. Өзіме қатынап тұр. Дала кәдімгідей ыстық, бірақ күн жоқ негізі. Бірақ достаточно ыстық. Бізге шай беріп қойды. Шай ішіңдер деп. Çay береді екен десе. На гранатуға дәмі неге ұқсатым да мен атын берсін келген. Біз нәрселер қарап жүрміз. Вот это пилот модели. Много чего. Бірақ бағалары удай, қымбат. Бәріне сәлем. Бұл білем нешінші күн екен. Бұл жарғы күні кетеміз. Менің айтатын қорытындыларымның бірі. Біріншіде мен қатты киіп кеттім, яғни күнде киіп, наверное, бірдеңе шықты, я не знаю, что это. Не знаю. Біз отельде или Турцияның барлығында, ма не знаю, короче. Наггетсы, және де фри, так, апельсин шырыны, және де темекіге, және де бір сондайларға жатып алған халық екен деп түсініп жатырмын да. Өйткені мұндай көп, кез келген уақыттатындар бір-бірін темекішіге бере екен да, тоқтамай, біреу бітсе, екіншісі бітсе, үшіншісі 5-6 сразу білеймін, жүрген жерім бәрі темекінің иісі болып, мен әрен дегенде дұшат еттім. Өйтік ауа жоқ ел білесіздер, өте ыстық. Бұл негізі күшті демалып жатырмыз, күшті екен. Бірақ та әр халық бір-бір бөлектей ма, не знаю, короче, көбісі қазақтарды жақтыртпай ма, білмеймін, бәрі. Ар жағына бірдеңе деп жатқан кезде бір-екі сөздер түсінесің ғой айтып жатқанын, содан кейін деп қалады екенсіз, шыны керек. Білмеймін, маған Турция 50-50. Особо қатты кірген жоқ, особо қатты жаман деп те айта алмаймын. Өйткені просто нормально, просто келуге болады. Әсіресе мен Турцияға андай шумалатын жерін емес, больше Турцияның вайпы күшті деп айтып едім. Өйткені андай көп сериалдарды көрген соң Турцияға барғым келеді ғой. Ана жерде мындай бар, Турция бар, мына жерде күн түскен деген сияқты, мына фильм мына жерде түсірген деген сондай нәрселермен өте күшті келу мұнда қызығырақ болады деп ойлаймын. Потому что біз мұнда келген кезде тек қана отдых болды, яғни море, бассейн деген сияқты сондай отдыхқа келген болатынбыз. Ал қазір
Ал сыртқа шыққан кезде базар жаққа жол жүріп аңға шығамыз. Ол біз Алания қаласындамыз, яғни Аланиядамыз. Сол жағында шыққан кезде, короче, уже вайптер күшті болады да, жерде шай, мысалы, булочкалар бар ғой, кәдімгі біздің Турцияда самый популярный тағамдардың бірі. Вот сол сыртта шыққан кезде өте күшті екен, яғни мысалға келесі жол типа Стамбул, Анталия, сондай жаққа барған дұрысырақ деп ойлаймын, типа Турцияның вайбын қаттырақ сезіну үшін. Ал демалатын жер болса осы Алания деген сияқты елдер. Бірақ демалатын елді басқа ел таңдаңыздар, ал Турцияның вайбысын көргісі келетін адамдарға Турция күшті болады деп ойлаймын. Яғни Турцияға андай еліктейтін адамдар болады ғой, кәдімгі жақсы көріп, вау дейтіндер. Турцияға қатты жақсы көретін адамдарға, оның вайбын сезінгісі келгендерге, мысалы сериалдарда фанатқа алып келесің ғой Турцияға, вот осындай жерге Турция керемет жер екен, яғни вайбты аласың, ана жерде туристік жер деген сияқты адамдар бірімен сөйлескені, оның бәрі Турцияның фанаткаларына прям қатты қуаныш әкеледі деп ойлаймын. Ал демалатын болсақ, лучше басқа ел таңдаңыздар. Это будет правильный выбор, так что. Пока. Бәріне сәлем, таңға қазір түн. И у меня такой беленький образ. Және жарық жерде таппай видео түсіретін. Сол. Осындай красивый вайб болды. Уже я буду скучать осы улицаны, осы жерді. Бәрі закат, бүгін бізде соңғы күн. Батутындағы үстіндегі бар емесіні жазым келіп тұр. Несі тағы Кстати, толған ай болып тұр бізде түнкерек кәдімгідей. Толып тұр айымыз. Шөyle осындай. Жаздың бірінші айы, кстати. Закаттарды шынымен де қатты жақсы көремін, бірақ көзім тоймайды. Рассвет, закат дегендерді қолыма блокнотымды алып, теңіз жағасында барып алып, бірдеңе жазғым келіп тұрады осы шабытым ашылып. Солай. Шашым кәдімгідей құрғап, шетелге келген кезде, одан кейін осындай қып-қызыл болып загар алып, қап-қара болып жүрмін, қарасаңдар. Капец. Зато мынандай әдемі закатпен. Безумно әдемі. Қараңдар, қандай қып-қызыл аяғым бәрі қып-қызыл өткен. Кстати, мені жақындалды осындай да. Осында қана сүрім. Бүгін соңғы күн, ертең кетеміз, жолға шығамыз. Мен қимай тұрмын, потому что әдемі. Кстати, біз Аланиядамыз. Аланияның шеткі жағында туристерге арналған бір демалыс орындары бар. Осы жер, сол шеткі жағы, короче. Потом автобуспен Аланияға барып, потом ана жаққа бара берсең, Стамбул, Анталия, бірінші Алания, потом Анталия, потом ар жағында уже Стамбул кете береді солай. Қалай келдік біз жолға? Бірінші айтайын жолға былай келдік. Астанадан Балқашқа, Балқаштан Алматыға, Алматыдан Анталияға, Анталиядан Аланияға, Аланиядан осы туристический жерге келдік. Вот осындай өте ұзақ сапар болды. И қанша жыл болды, білмеймін, көп күн болды негізі. Жолымыз ұзақ болды, самолет, машина, потом бар автобустан кейін тағы да такси деген сияқты ғой, неше түрлі нәрселер секіріп айтыр. Осындай красотаға жеттік. Соңғы күн шашымды осылай сіңлім бір алып берді. Қазір жолға шығамыз уже, чемодандарымның бәрін жинап қойдық бәрін. 1040 жыл болған ғой, шаш бір алуға. Баратырмын, шашына крайып табаған. Осында үлкен багажникпен. Мұнда лифт, мұнда жол, пока. Кетеміз. Сағат
төртте біз шығамыз, сағат қазір 12 көшелер жүреміз айналып, автобус мысалы көреміз дегенше, одан Алания жаққа, Анталия жаққа 2 сағат жол жүреміз. Одан кейін барып, сағат 9:30-да бізді самолетпен ұшамыз. Таңғы 5-те Алматыға жетеміз. Вот это да. Все, наконец-то да? Можно? Да. Пока Турция. На кайфе кетіп баратырмыз, короче, автобуспен. Анталия жақта жүріп келе жатырмыз. Вот. Анталияға жеттік. Мұнда осындай бірдеңе болып жатыр. Осындай. Жолдар өте тар, бірақ мынандай әдемі таулар емес, пальмалар бар. Қазақта жиналып, Wi-Fi қоса алмай жатырмыз. Тұрсылам. Кстати, мынандай типа турецк нендай не деуші еді? Пью қалай? Білмеймін, короче, сол біздің не сияқты ғой, типа, бірақ бұларда көп видео аталады екен. Әлі қанша өтеді, бәрі сағат 8-де ашылады. Ана жерде Анталиядан Алматыға ұшамыз қазір. Вкусный болған, осындайлар. Дөңгелектер неше түрлі дәмдермен, прям өте күшті. Бағасы 10 теңге болды. Сосын неше түрлі дәмдермен, неше түрлермен бар. Болыс түрген бір сәлем. Мұнда біз опоздание болып 2 сағат артқа кетті, яғни 10:30-да елмейтіміз. Ана жерде адамдар деген толыптыр. Әлі күн отырмыз, 23:23 ашат деп отырмыз, надеюсь, тағыдан опоздание болып қалмасын. Анталияға келсең осы жаққа жақта адамдар көп. Анталияда прямо очередь, опоздание, бәрін ішіп алдық. Мында қараңдарсыз, айна. Ой, закатный рассвет. Бұлттарды қараңдар. Такое тема. Аэропортқа жеттік, все. Үйге барамыз енді. Шүкір Алла, жеттік, үйімізге болды. Всем пока!